Ege kulakmen estegende dostlarım. Şemagat kulak salıp tınlasanız hikayem nedir kızım tezgirim. Bu dünya geçme görmez etme saray avuşup bölümü ata babam garıdır astarıtay keşmeyak gezgerek. Tınlasam soldunuz bayenday tayır sadık ben sadıkanın engimiz. Birevler armanına jetmek gün, birevler zarlav bile gekkenlerden. Osunda yalma tökme zamanlarda ötkülav eti kaşın, ötkül gündöbek. Gülbayda nurum degen eki kızla sali sakey, onda yok o da başka ayağa bağır. Salinin başka kızlar tır bölük, çekildi boy sonunda altınlar derek. Hep dolmen bak, sadık ben sali kanlı köpürümde kaç bulur gibi. Gülbayda eki kızlar sali sabır, sadık sabır onda da o da başka ayağa bağır. Sadıktan başkalardan tır bölük. Kimeydi yok gülüzde bir zavur, ayakı koy, nege gerege, yeyip dekin ayağını tutup. Sonda bu Tangjarıktın өлеңi var? 1.623.000 жылдaydı. Қазақтың сыр бойында бар қазақтың тұрғаны анық деп отыр. Көрдіңіз? Аты жөніңізді айтып қойсаңыз естелік болады. Атым Рысақын Әділбекұлы. Қай жылы қай жерден келдіңіз? 45 жыл тұрған Күнес ауданынан. Бел қара мал бермесіне келген. 80-ге келді. Аяғын бюджет бана келген. Кемпірлер нөміріңізді сұраса айтып қойсаңызшы. Мынау бір ақыншалы екен деп. Көрген кемпірлер хабарласа сізге. Содан кейін WhatsApp'та не айтып бересіз, жаңағыдай жыр айтып бересіз. Кітапта кезде бар еді, соның кітаптаған бірақ есімде қалғандары жарайды маған. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз. Жатқан емес пе, шынымыз айтып жүрмейді. 41 жыл ғой, 41 сол кезеңде Алтай жақтан Әзілжан деген бір жігіт келіп бірге жатады екен. Сонда Әзілжан мына қазақтың Нәзикүлінің несін айтып береді екен, әңгімесін. Сен Таңжарық ақым дейсің, шынайы ақын болсаң, осы түрмеден аман есен шықсақ жұмсайды мына Қытай түрмесінен. Осыны сен Нәзикүлді бәйітке шығарып бір жазса қазақтың Нәзикүлін дейді. Сонда да Таңжарық түрмеден шығып үйіне келгеннен кейін жазғанда. Таңжарық қаламыңда жатқа қарап, бейбарат болып сөзіңді қатарап. Орында Әзілжанның тапсырмасын тастамай жолдас сөзбен іске қарап. Қазақтың Нәзикүлін жазды деді оқуға өлеңдетіп тамашалап. Ақ көңіл ашық жарқын жігіт екен, ешкімге қас қылмайтын қарасан аби деп жазған екен сөзді басын. Қош жеңгенді айтып берсеңізші. Қош жеңгенді ұмыт. Болды. Тағы да жолымыз түссе.